Бағилар кімдер олар? Хақ бізде деп, мұсылмандар хақ бізде деп революция жасайтындар ғой айтқанда. Хақ бізде, басшы нахақ деп соларға қарсы шыққан адамдарға не деп айтады? Бағилер деп айтылады, иә. Билікке қарсы шыққандығы себепті өлтірілетін болатын болса, билікте хақ жоқ, хақ бізде деп өлтірілетін болатын болса, немесе жол тосарлар болады ғой, гопстопщиктер. Кезінде анау нелер бизнесмендердің яғни жолын тосып, фураларын тосып істегендердің бәрі қатаң тарих деп айтады, жол тосарлардың барлығы. Иә, олар қазір бізде күнімізде оны мақтап ойбай батыр, қазақтың батыр деп қойды ғой. Екі қасының ортасынан сан батыр олар. Батыр емес олар. Олар нағыз қазақтың жаулары олар. Юсалли алейхи, не істелмейді оған? Жаназа намазы істелмейді. Оқылмайды екен. Не үшін? Бұл ғибрат болу үшін басқаларға. Негізі мұсылман бола тұра оған жаназа намазы оқылмай қалу бұл өте үлкен айып, қорлау ол нәрсе негізінде. Осындай қорлыққа душар болғың келмесе, жол тосар болма. Нахарауан халқы Али радиаллаху анхуға ең қатты не істегендер болып табылады, яғни қарсы шыққандар болып табылады да. Али радиаллаху анху жерде өте көп қауымы, әскерлер өте көп неге ұшырайды, шығынға ұшырайды. Бірақ жеңеді сол. Нахарауан шайқасында жеңеді. Бірақ сол жердегі нахарауандық адамдарға Али радиаллаху анху жаназа намазын оқымайды. Қарсы шыққандығы үшін. Тарихта осындай оқиғалар да бар екен.